Түркия мұсылман мемлекеті емес. Кезінде 1923 жылы Түркияның тұңғыш президенті Мұстафа Кемаль Ататүрк болды. Ол сол кезде Түркияның не мұсылман, не Осман елі болғанын қаламады. Оның қалауы елінің европаланғанын, заманауи болған, зайырлы болғанын қалады. Өзгеріс жасау үшін Ататүркке оппозициямен күресу керек болды. Оның бұрынғы үзеңгілестері жеке табынушылыққа қарсы болды. Алайда Мұстафа Ататүркті қазірге дейін қасиетті, құрметті деп санайды түріктер. Осыдан 2 ай бұрын ғана мен Анкара қаласында болған кезде Ататүрктің жатқан жеріне барып, сол кезде түріктердің сүйгендеріне ұсыныс жасап, тіпті Ататүрктен тілек тілеп жатқандарды көріп қалдым. Осыдан оны қаншалықты қадірлейтінін көруге болады. Қазіргі президент Эрдоғанды анти-Ататүрк деп санайды, өйткені ол көбінесе мұсылмандықты қалайды. Ал Ататүрк болса елінің европаланғанын қалады. Сондықтан осы пікірге сай Эрдоғанды анти-Ататүрк деп санайды. Алайда Эрдоған ол туралы ешқандай жағымсыз пікір қалдырған емес. Енді сіздерге сұрақ: сіз Ататүркті қолдайсыздар ма, әлде анти-Ататүрк атанып кеткен Эрдоғанды қолдайсыздар ма? Оны пікірге жазып кетіңіздер.